Ал. Бүгін не дейсіз? Бүгін негізі прием обедтен кейін. Обедтен кейін? Иә, негізі. Екі жарым. Бүгін Смолипова, Екатерина деген кісі қабылдайды. Жете алмай тұр. Міне осы жігіттер, міне кім? Бапин помощнигі бар, Ауталипова Анара Женисовна. Соға осы звондап тұрмын осы приемныйды. Алмай тұр. После обеда дейсіздер, е сіздер? Негізі бүгін прием қосылай берді. Бірақ сіз басқа мәселемен Міне келді. Анара, сәлеметсіздер ме? Менің есім Ерғали, мен осы Бапи Ермұрат ағамызбен кездесейін деген. Өткенде болдым ғой 23-ші жылда. Қалай? Ертеңінші келсем, қалай болады? Енді ар күні келсем. Жұма күні бос болады, е? Жұма күні еше мен жазыңыздар, мен келейін. Таңертең. Ертең. Сіздер оға айтыңыздар, Бапи ағамызға. Айтыңыздар, Ерғали Петропавлдан келіп тұр, Қызылжардан. Мен өткенде айтқамда осы 3 ұсыныс әкелдім ғой, 1000 қол жинап қаламызды Қызылжарды ауыстыру. Және ано казачествоны сепаратистке не деп, соны заң керек деп. Есіңіз бар ғой? Е. Сонымен келіп тұрмын, енді менің подписчиктарым бар 220. Блогер мың ғой мен. Одар бәрі күтіп отыр, Бапина не дейді, не істеген, не бітірген 2 жылдың арасында. Ау. Мен енді 3-ші рет келіп тұрмын қазір. Мана 2 рет келіп кеткем осы. 1 жыл бұрын тағы келгем. Осы 1 ай бұрын тағы келгем осы Рамазан айында. Ертең звондаймын ше. Осы номерға. Не жігіттер, естіп атсыңдар ғой? Міне қазір маған көрсетейін. Міне осы. Приемный. Несін шығып көрсетейін ана. Приемный. Астана қаласы. Міне. Өткенде осы жерде Ринатты кездестім. Темегін бұрқылатып тұр екен. Міне, көрдің? Міне. Мәжілістік қоғамдық қабылдау. Міне, естіп тұрсыңдар ғой, Анара айтты, ертең оң қолы бос емес, ар күні бос емес, жұма күн бос болады, бірақ айтты, ертең маған звонда дейді, точно біл дейді. Мен айттым, жарайды, ертең звондап, точно білейін. Енді білесіңдер ғой, 3-ші рет келіп тұрмын. Енді ана Кузаиров келсе, білесіңдер ғой, өткенде фотография қойыпты, Кузаиров, Диас, Павлодардан. Бапимен ресторанда отыр. Ал енді Диазға уақыт тауып береді. Ал маған мынау еді қаламызды Қызылжар қылып, анау казачествоны жапсын десе, менен қашып жүр. 2 жыл болды қашып жүр. Білесіңдер ғой, ана қол ісіп кетті дейма, бірге новичокпен бір уыс алды дейма, бір Бапи содан қорқып шошып, неге білмеймін мен не қашып жүрген. Англияға барып дейді сонда бір. Не қолына со экспертиза дейма, сондай бір не жасады дейді. Енді көреміз енді, жігіттер. Мен ойлаймын енді, жұма күн енді, ұят емес па, уже қазір 2 жыл болады соны. Сол 3 ұсыныс әкелгенім, тастап кеткен, енді жауап берсін бізге. Не бітірді, не жасады осы 3 жұмыспен.
Бірінші мен сіздерге айтып тұрмын ғой, бірінші мынау казачествоны сепаратистскийді бізден мүлдем алып тастау керек Қазақстанда. Ол ондай болмау керек, мүлдем Қазақстанда болмау керек ондай. Казачество деген. Ол не деген, мен айтам, бізде казачество, войско деген бізге не керек? Біз өзіміз әскеріміз бар, өзіміздің недеріміз бар. Генералдарымыз, полковниктарымыз, сарбаздарымыз толып жатыр ғой өзіміз. Мынау не керек бізге? Алып тастасын оны, Назарбай кетті, мынадар да кетсін. Және мен сіздерге айттым ғой, мен осы Кенесары атамыздың ұрпағы болам, Кенесарының ұрпағы болам. Мен ол намысқа тиіп тұрды мен. Казачество мында талтайып жүргенде мен тамақ та өтпейді асым, ас өтпейді мен. Бұлар мында талтайып жүргенде. Масқара ғой мен. Жабу керек одарды. Бізге қандай керегі бар казачествоның. Және Қызылжарды қаланың атын ауыстыру керек. Қанша жүреміз осылай? Құл болып. Осы құл мінезден айырылу керек қой. Құл болып жүре бересіңдер осылай. Көршіден қорқып. Несіне қорқасыңдар? 34 жыл болады біз тәуелсіздік алғанымызға. Болды ғой енді. Масқара болды мынау. Және үшінші ұсыныс, мен осы переименование деген заң бар ғой, мен оны соны Бапиға айтқам. Переименование деген ол заң дұрыс емес дедім, оны өзгерту керек дедім. Неге мен айтам, біздің халықтан сұрайсыңдар, ауыстырамыз ба, ауыстырмаймыз ба деп қаланың атын. Кеше Астананы ауыстырдыңдар ғой, ешкімден де сұрамадыңдар да. Солай да сонdan заңын өзгертіп тастау керек. Ешкімнен сұрамау керек, ол нағыз мемлекеттің несі болу керек, жұмысы болу керек. Неге оны қарапайым адамдардан сұрайсыңдар? Сондықтан осындай жігіттер, енді ертең звондаймын. Лүпіл басыңыздар, подписка жасаңыздар, хабарда болыңыздар жігіттерді. Мен осы Астанаға келдім. Әдей келіп тұрмын осы, Бапи жауап берсін. Үш ұсыныс өткенде қойғанда өзі айтты ғой, ереке дұрыс, айтқаның дұрыс, бәрі дұрыс, қолдайым деп, енді өзі қашып жүр менден. Сондықтан мен айтам, мен қалмайым одан, қалмайым. Жауап берсін. В общем, солай жігіттер.